Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз кесілмейтін, жабысып қалмайтын, шашылып түсетін макарон дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Тамағымызды бастамас бұрын ең алдымен тамағымызға керек макаронды духовканың табасына салып, 5-10 минутта қызарғанша қуырып аламыз. Духовкадағы макаронды ұмытпай қарап тұрыңыз. Духовкадағы макаронымыз осылайынан қызарып, қуырылып шығады. Әр қаратта макаронның подливін дайындаймыз. Оған етімізді, пиязымызды қызарту үшін помидорымызды салып, қызартып қуырамыз. Оның үстіне картошкамыз салып, әр қаратта қуырамыз. Қуырылған подливтің үстіне молырақ етіп суымызды құйып, подливімізді пісіреміз. Піскен подливіміздің үстіне қызарып қуырылған макаронды салып, макаронымыздың суымыз сәл көбірек болу керек. Оны бетін жауып, арасында қозғап тұрыңыздар. Астын жай басып 15-20 минутта пісіріп алыңыздар. Макарондарыңыз езілмей, шашылып түседі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.